Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты жаңа жылдық капкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Егер де күнделікті үлгідегі әрлеу жалықтырған болса, осындай ерекше капкейктерді жаңа жылдық үстеліңізге ұсынсаңыздар болады. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Қамырын дайындау үшін ең алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын біріктіріп, араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майға қант сеуіп миксерлейміз. Жұмыртқаны бір-бірден жақсылап миксерлеп отырып қосамыз. Енді осы сұйық массамызға құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде илеуіштен өткізіп қосатын боламыз. Қамырымыз дайын. Енді капкейктерді не осындай формасын жақсы ұстайтын қағазда, немесе мен сияқты силиконды формаға бір рет қолдануға арналған қағаз салып пісіруге де болады. Дәл осы рецептпен тура 16 дана капкейк шығады. Капкейктерді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Крем түйіршіксіз болу үшін ең алдымен сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Кейін 33-35% кілегейді қосып, крем өз формасын жақсы ұстағанша миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз дайын. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп, басқа түске бояймыз. Мен қызыл және жасыл түстерге боядым, және сол ақ түсті креміміз қалады. Дайын кремдерімізді өзіміз қалаған насадка таңдап кондитерлік қапшыққа саламыз. Және видеода көрсетілгендей капкейктерімізді әрлейміз. Және түрлі тағамдық моншақтар қосамыз. Біздің капкейктеріміз дайын, өте жарқын, әдемі болып шығады. Үстелдеріңізде бірден көзге түсіп, қонақтарыңызды таңғалдыратынына күмәнім жоқ. Қамырын бірнеше күн бұрын дайындап, дәл мерекеде әсемдесеңіздер болады. Қамыры жұмсақ күйін жоғалтпайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп,
лүпіл басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.